Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып математика пәні 169-170 сабақтар. Өзіңді тексер. Білу тапсырмасы. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. 6 сағат 5 минут. 1 сағатта 60 минут бар, 6 сағатта 360 минут бар. Оған 5 минутты қосамыз, 365 минут болады. 240 минутта 4 сағат. 2 минут 45 секундта 165 секунд болады. 4 ғасыр 90 жыл. 1 ғасырда 100 жыл бар, 4 ғасырда 400, оған 90-ды қосамыз, 490 жыл. 4 тәулік 18 ай. 1 тәулікте 24 сағат бар. 4 тәулікте 96 сағат, оған 18 сағатты қосамыз, 114 сағат болады. 16 жыл 11 ай. 1 жылда 12 ай бар, 16 жылда 192 ай болады. Оған 11 айды қосамыз, 203 ай болады. Келесі түсіну. Қуыршақ театрындағы қойылымның ұзақтығы 1 сағат 15 минутқа созылды. Егер ол сағат 10:30-да басталған болса, сағат нешеде аяқталады? Есептің шарты: басталды 10 сағат 30 минутта, созылды 1 сағат 15 минутқа, аяқталды белгісіз уақыт. Қойылымның нешеде аяқталғанын анықтау үшін басталған уақытқа, яғни 10 сағат 30 минутқа қосамыз 1 сағат 15 минутты. Сағатқа сағатты қосамыз, 10 сағатқа 1 сағатты қосқанда 11 сағат болады. Минутқа минутты қосамыз, 30-ға 15-ті қосқанда 45 минут болады. Жауабы 11 сағат 45 минутта аяқталды. Қолдану тапсырмасы. Саяхатшылар 3 сағат жаяу жүрді. Содан кейін демалу үшін 50 минут аялдады. Олар тағы 7 сағат жүрді. Саяхатшылар барлығы қанша уақыт жолда болды? Есептің шарты: жаяу жүрді 3 сағат, аялдады 50 минут, тағы жүрді 7 сағат. Барлығы қанша уақыт жолда болды? Оны анықтау үшін барлығын қосамыз. Жаяу жүрді 3 сағат, аялдады 50 минут, тағы жүрді 7 сағат. Сағатқа сағатты қосамыз, 3-ке 7-ні қосқанда 10 сағат болады. 50 минутты қосамыз, 50 минут. Жауабы 10 сағат 50 минут жолда болды. Талдау. Сағаттардағы уақытты анықта. Сағаттар 1 сағат 7 минут 20 секундтан кейін қандай уақытты көрсетеді? Бірінші сағат 14 сағат 00 минут 42 секундты көрсетіп тұр. Оған 1 сағат 7 минут 20 секундты қосамыз. Сонда 15 сағат 08 минут 2 секунд болады. Екінші сағат 8 сағат 15 минут 50 секундты көрсетіп тұр. Оған 1 сағат 7 минут 20 секундты қосқанда 9 сағат 23 минут 10 секунд болады. Келесі сағат 9 сағат 40 минут 30 секундты көрсетіп тұр. Оған 1 сағат 7 минут 20 секундты қосқанда 10 сағат 47 минут 50 секунд болады. Келесі жинақтау. Есепте
7 тәулік 19 сағаттан 4 тәулік 10 сағатты азайтқанда 81 сағат болады. 5 сағат 25 минуттан 2 сағат 50 минутты азайтқанда 155 минут болады. 3 минут 20 секундты 5-ке бөлгенде 40 секунд болады. 3 ғасыр 15 жылға 4 ғасыр 80 жылды қосқанда 795 жыл болады. 130 секундты 3-ке көбейткенде 6 минут 30 секунд болады. 360 жылға 450 жылды қосқанда 8 ғасыр 10 жыл болады. Бағалау. Тура теңдіктер мен теңсіздіктерді тауып жаз. 26 сағат артық 1 тәуліктен. Өйткені 1 тәулікте 24 сағат бар. 24 пен 26-ны салыстырсақ, 26 сағат артық. 2 сағат артық 110 минуттан. 80 секунд тең 1 минут 20 секундқа. 130 секунд кем 2 минут 20 секундтан. Қалғандары тура емес теңдіктер мен теңсіздіктер.